60 жыл алдын Сингапур кіші, табиғи ресурслары жоқ, көптеген машқалаларға дуз келген атау еді. Ол жерде адамлар текарынан балықшылықпенен шұғыланар, көшелер жауынлы күндерде лайға батар, ішімлік суы импорт етілер еді. Жұмыссызлық, жарлылық кең тарқалған. Халықтың үлкен бөлігі сауатсыз, санаат һәм инфраструктура дерлік жоқ еді. Ал бүгін болса Сингапур дүнияның ең рауажланған мемлекетлерінен бірі. Биік имаратлар, дүниядағы ең жақсы аэропорт һәм портлар, жоғары дараматлы һәм білімлі халық. Сондай-ақ алдыңғы технологиялар орайы сипатында танылған. Қызық, бұл мемлекет қалайынша бұндай дәрежеге ерісті? Бүгінгі видеомызда біз екінші дүния жүзілік ұрыстан кейін қарабақанаға айланған қала мемлекет. Ұлыбританияның құрамынан шығып, қалайынша экономикалық жақтан рауажланғаны һәм бұл үшін нелерден уаз кешкені хақында біліп аласыз. Видеомыз басланбастан алдын каналымызға ағза болып, лайк басуды ұмытпаң. Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл, басладық.